бір сөзбен айтқанда бұндай әкімдерден арылу керек, халыққа түсіндіріп айту керек, маслихаттың қатысушысы бар, депутаттары бар, халықпен кездесу керек, халықты аралағанды айту керек. Жақсы, халық сайлады, бірақ ондай ағайынкершілікті қою керек та, өзіміздің азамат болсын, өзіміздің азаматты сайлайық деп, соның арқасында көптеген қолдаулардан сол елді мекеннің тұрғындары айырылып отыр. Қол жеткізе алмай отыр соған. Сіздер шырылдап жүрсеңіздер, осы бағдарламаны пайдаланайық, жоба жасайық деп ауданның әкіміне келіп, облысқа келіп, соған қанша қаражат бөлінеді. Ауылдардың ескірген электр желілері жаңартылады, жолдар салынады. Мұндай әріптестерімізден арылуымыз керек. Бұлармен ары қарай жұмыс жасау Нұржан Сәбитұлы мүмкін емес. Елдің азаматтары бар, тағыдай маслихаттан бірінші депутаттары бар, халыққа барып айту керек. Сайладыңыздар, мына нәтижесі. Ары қарай дамымай отырам десеңіздер, ағайындарыңыз сайлап алып отыра беріңіздер. Барып жаңа тойды ашып береді ауылдағы, асты ашып береді, жүрсін сонымен. Жұмыс керек болатын болса, өздерінің арасынан іскер азамат болса сайласын.